Сәлем достар, сіздермен бірге құралай. Бүгін біз мясо по-французски жасаймыз. Өте дәмді болып шығады. Бірге жасайық. Ең алдымен фаршқа тұз бұрышымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін видеода көрсетілгендей картопты, пиязды, қызанақты тураймыз. Форманы маймен майлап, картопты біркелкі етіп жаю қажет. Одан кейін фаршты, пиязды үстіне орналастырып, майонез жағамыз. Одан кейін қызанақты үстіне орналастырамыз. Қызып тұрған пеште 200 градуста 50-60 минут пісіреміз. Одан кейін сырымызды қосып, тағы да 10-15 минут 200 градуста пісіреміз. Міне біздің тағамымыз дайын болды.